Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі өте оңай жасалатын қазақтың ұлттық тағамы майсөктің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең қажеттісі бұл тары болып табылады, және де тарыны 3-4 қайтара салқын сумен тазалап тұрып жуып аламыз. Егер жумайтын болсаңыздар, қайнатқан кезде қара немесе сары болып жаңағы қоқыстары шығады. Сондықтан жақсылап тұрып сумен жуып, осылай сүзгішпен өткізіп, жақсылап тұрып тазартып алғандарыңыз дұрыс. Мен тарыны 4 рет жуып алдым, және де алғашында осындай кір сулары шығады. Таза су болып шыққанша жақсылап тұрып араластырып, тарымызды тазалап жуып алатын боламыз. Тарыны толықтай тазартып жуып алғаннан соң, асты қалың отқа қоятын ыдысымызға осы тарының барлығын саламыз. Тарының мөлшері маңызды емес, өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Суды кішкене өзіңіздің салған тарыңыздан кішкене ғана асырып, құйып қайнататын боламыз. Тарының суы қайнағанша оттың астын қатты жылдамдыққа қойып, қайнағаннан соң кішкене жылдамдықпен баяу отта қайнататын боламыз. Арасында дәл осылай қозғап тұрыңыздар, асты жабысып қалмауы қажет. Тарымыз дәл осылай суы тартылады. Толықтай суы тартылған соң өз бойына сіңіріп, тарымыз кішкене жарылып пісуге жақын қалады. Осы кезде және де суы тартылғаннан соң сүтімізді құйып, оны тағы да араластыратын боламыз. Сүттің мөлшері жаңағыдай тарыдан кішкене ғана асып тұруы қажет. Көбірек құйсаңыздар, суы тартылмай қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы су құйған кезде біздің тарымыз жартылай жарылған. Енді сүтпен толықтай тарымызды жарып, жаңағы пісіріп алатын боламыз. Суы тартылуға аз қалған уақытта сүті тартылуға дәл осылай құмшекерімізді, яғни қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезде қантты салатын болсаңыздар, тарыға дәмі сіңіп, өте дәмді, тәтті болып шығады. Қалауларыңызша қарай қантты аз немесе көп қоса берсеңіздер де болады. Күрекшенің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің тарымыз суы тартылуға аз қалды. Енді осы кезде сары майымызды салып, жаңағы тағы да араластырып жіберетін боламыз. Сары майымыз толық ерігенше араластырамыз. Содан соң біз оттың астын өшіріп, кішкене суытатын боламыз. Суығаннан соң тағы да тарымыз кішкене құрғайды және жаңағы тартыла бастайды суы. Дәл осылай құрғақ күйінде жаңағы жей берсеңіздер де болады, ыдысқа салып, немесе арнайы форма жасап, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар да болады. Мерекелік, алдағы Наурыз мерекесіне де дәл осылай жасап, қазақтың ұлттық тағамын ұсынсаңыздар керемет болады. Міне біздің тарымыз дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін толық қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.